Қайырлы күн, балалар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 112-ші сабақ. Сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп алыңдар. 34-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын. Бақ қызығы керек пе? Кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамдыс. Бағбан бала атансан, айтам саған мың алғыс деген Бейсебай Кіріспайдың өлеңі. Өлеңде кім туралы айтылған? Өлеңде бағбан бала туралы айтылған. Оған ат қой дейді. Екі нұсқасы берілген, бағбан және алғыс. Яғни тақырыпты біз бағбан деп аламыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Негізгі ой бағбанның елге пайдасы мол екені және қызықты кәсіп екенін жеткізу. 35-ші жаттығу. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әрі қарай жалғастырып көр. Бірінші, үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Бас киім киюді ұмытпа. Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Үшінші, бақша дақылдары мен арам шөптерді ажырата біл. Төртінші, жәндіктерге қатты жақындама. Бесінші, суды бей-берекет шашпа. Құрастырған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап. Дара етістіктер ки және жақындама, шашпа. Күрделі етістіктер киюді ұмытпа, сұрап ал, ажырата біл. 36-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз және шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Жұмбақтың шешуі жел. Етістіктердің астынсыз, дара және күрделі екенін айт. Етістіктер бұл жерде шашты және ала қашты. Шашты деген етістік дара етістік болып табылады, ала қашты деген етістік күрделі етістік болып табылады. Шығармашылық үзіліс. 37-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құрастырып жаз. Берілген тақырып сотқар, мысық. Берілген тірек сөздер мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Сотқар мысық. Сотқар мысық ағаштардың арасынан кірпіні көзі шалып қалады. Дереу қасына тақады. Мұны сезген кірпі домаланып жиырыла қалады. Сотқар мысық ойланып қарап отырып аяғымен арқасынан салып қалды. Кірпіні орнынан қозғалта алмады. Есесіне оның инелері кіріп кетіп қан саулады. Ауырып жанына батқан соң мысық жасаған ісіне өкініп үйіне әзер жетті. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Дене жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек нұсқаулығын құрастырып көр. Ол үшін біріншіден, екіншіден, үшіншіден соңында сөздерін қолдануды ұмытпа. Дене жарақаты кезінде біріншіден қанды тоқтату керек. Екіншіден арнайы құралдар мен ерітінділер көмегімен тазалау керек. Үшіншіден таза дәкемен жақсылап орау керек. Соңында жарақаттанушыны дереу дәрігерге жеткізу керек.